Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Астана таза қала. Бүгінгі сабақта балалар біз тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз және оған сәйкес сюжетті суреттерді таңдауды үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке будем отвечать на вопросы к прочитанному тексту и будем находить иллюстрации к тексту. Ал енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Тазалау, убирать. Тазаламау, не убирать. Тазалық сақта, соблюдай чистоту. Күнде, каждый день. Көше, улица. Балалар, менімен бірге қайталаңдар. Повторяйте за мной. Тазалау, тазаламау, тазалық сақта, күнде, көше. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Есте сақта. Мен Астанада тұрамын. Мен Астанада тұрамын. Я живу в Астане. Біз тазалық сақтаймыз. Мы соблюдаем чистоту. Көше тазалаймыз. Убираем улицу. Көшені күнде тазалайды. Улицу убирают каждый день. Қоқыс тастама. Не бросай мусор. Жақсы балалар. Тыңдалым. Мәтінді тыңда, қайтала, оқы. Балалар, мәтінді бірге оқиық. Давайте вместе прочитаем текст. Мен Астанада тұрамын. Астана таза қала. Көшені күнде тазалайды. Көшеге қоқыс тастама. Біз тазалық сақтаймыз. Тағы бір мәрте оқимын, тыңдаңдар. Мен Астанада тұрамын. Астана таза қала. Таза, чистый. Қала, город. Көшені күнде тазалайды. Көшеге қоқыс тастама. Қоқыс. Мы проходили это слово. Мусор. Не бросай мусор на улицу. Біз тазалық сақтаймыз. Мы соблюдаем чистоту. Жақсы балалар. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Давайте, ребята, попробуем ответить на вопросы. Сен қайда тұрасың? Қайда? Где? Астана қандай қала? Нені күнде тазалайды? Көшеге нені тастама? Біз нені сақтаймыз? Сен қайда тұрасың? Где? Теперь попробуем ответить. Сен қайда тұрасың? Мен Астанада тұрамын. Астана қандай қала? Какой? Астана таза қала. Нені күнде тазалайды? Что убирают каждый день? Көшені күнде тазалайды. Көшеге нені тастама? Что нельзя бросать на улицу? Көшеге қоқыс тастама. Біз нені сақтаймыз? Біз тазалық сақтаймыз. Жақсы балалар. Я думаю, что вы точно так же ответили. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Айтылым.
Диалогты толықтырып айт. Дополни диалог и скажи. Сен қайда тұрасың? Где ты живешь? Семей қандай қала? Сен көшеге қоқыс тастайсың ба? Сен тазалық сақтайсың ба? Ребята, вам нужно дополнить диалог и сказать устно. Это задание вы мне отправляете голосовым сообщением. Жақсы, келесі тапсырмаға көшейік. Айтылым. 3-ші тапсырма 128-ші бет. Суреттерді пайдаланып әңгіме құрастыр. Составь рассказ, используя картинки. Бұл не? Балалар қайда? Бұл не? Мына суреттерді пайдаланып әңгіме құрастырып көріңдер. Ал енді көрейік үлгі бойынша. Бұл менің аулам. Это мой двор. Менің аулам таза. Мен достарыммен аулада ойнаймын. Мен аулаға қоқыс тастамаймын. Біз тазалық сақтаймыз. Осылай суреттер арқылы әңгіме құрастырып көріңдер. Ребята, используя эти картинки, сами попробуйте составить рассказ. Жақсы, келесі тапсырмаға көшейік. Ойлан. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін суреттерді таңда. Ал енді тексерейік. Дұрыс жауабы, правильный ответ. Бұл Астана. Астана таза қала. Мен Астанада тұрамын. Қоқыс тастамаймын. Қоқыс тастамаймын. Не бросаю мусор. Жақсы, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Бүгінгі күнді жазыңыздар. Астана таза қала. Екінші тапсырма 128-ші бет. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Ребята, вам вместо точек нужно вставить нужные слова и написать предложение. Қорытынды. Бүгін біз сабақта мәтінді түсініп оқыдық. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін суретті таңдадық. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.